Карантин құрсауын босатқаннан кейін қақпасын қайта ашқан балабақшаларға жан бітті. Бақтар бүлдіршіндерінің балаларына толып, мәз баяғыша жұмыс жалғасты. Тек топтағы бала саны шектелді. Санитарлық талаптар нығайды. Алайда қайғысыз қамсыз бөбектерге коронавирус қаншалықты әсер етпек? Санитарлық сақтық үшін құлыпталған балабақшалардың кілті ашыла бастағаннан кейін арқа басы кеңіп еңбекке араласқан көп ата-ана бұған дән риза. Енді балаларын қайда қалдырамын деп уайымдамайтын болды. Бөбегі бағулы, төсегі салулы, көңілі жайлы, тамағы тоқ. Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында 94 мемлекеттік балабақша, 237 жеке балабақша бар. Карантиндік шараларды қолдана отырып, әр топтағы бала саны 15-тен аспауы тиіс. Олардың үстелдері мен төсектері алгоритмге сай арақашықтықта орналасқан. Тәрбие орталығы балалардың ыстығын күнде тексеруге және ЖРВИ белгілері бар жоғын анықтауға міндетті. Ауру белгілері анықталып жатса, маман мен бала мекемеге кіргізілмеуі тиіс. Егер бала 3 күн балабақшаға бармай қалса, жергілікті педиатрдан анықтама алып келуі керек. Ғимарат ішінде кварц орнатылып, 1 сағат сайын 15 минут желдетіп отыруы міндетті. Мекеме ішінде күніне 2 мәрте дезинфекциялық жұмыстар жасалып жатыр. Біздің балабақша августтың 17-сі күні жұмыс бастады. Әр топта 15 баладан қазір карантин шараларына байланысты. Балабақшада қазір 6 топ жұмыс істеп жатыр. Балабақшаның ережесіне байланысты біз әр 2 сағат сайын маскамызды ауыстырып тұрамыз. Әр масканың өз түстері бар. Балаларға аралық сақтап отырғызамыз, аралық сақтап жатқызамыз төсектеріне. Қосылып тұрады. Әр 2 сағатта бір рет ауыстырып тұрамыз квартистің уақытын. Мысалы, жатын бөлмеге қосылады 15-20 минуттан, ойын бөлмесіне 15-20 минуттан қосылып отырады. Оны біздің өзіміздің медсестрамыз бар, сол кісі уақытыменен қосып тазалап тұрады. Менің үшін ойын бөлменің және жатын бөлмелердің үшін. Балабақшаға өзімнің баламды әкеліп жүр. Өйткені баламды қалдыратын жер жоқ, өзім жұмыстамын. Сол себепті бақшаға әкелуге тура келіп тұр. Енді баламның денсаулығына алаңдаймын, әрине. Дегенмен бақшада сақтық шаралары жақсы сақталынған. Әр балалардың дәрігерлері келген кезде тексеріп, қабылдайды, жаңағы маскаларын ауыстырып отырады. Жақсы сақталынған. Балабақша барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан дамытады. Сонымен қатар бала денсаулығы әрқашан бірінші орында болып, назардан тыс қалмауы қажет. Себебі бала қуанышымыз, бала болашағымыз. Арнайы Евразия ұлттық университеті үшін.